Бергел бері, қайда жатасыңдар сендер? Мен Шолпан емес, Айманмын. Бәрібір емес па, қайда жатасың деймін? Біз Шолпан екеуміз далаға жатамыз. Ойбай, далаға жатып, боқтарыңмен бірге қатып қалыңдар, я? Мә, залға барып жатасың. О, жеңеше. Ойбай, біздің Ханшайым қайда жатады? Я ничего не знаю, я с мужем буду спать в спальне. Тоқта, қайдағы спальня? Келін жаныма, қарасайшы Абыройға. Біз жатамыз спальныға. Абырой туралы әңгіме болып жатыр ма? Апалар, қайдағы спальня? Ол жақта шымылдық ілініп тұр ғой, жас жұбайлар жатады емес па? Зәжеш, жүр онда залға құлайық. Мен ештеңе білмеймін, бөлек ұйықтаймын. Бөлек ұйықтайтын болсаң, мә, далаға барып жат. Или қораға барып жатасың ба? Бірақ ол жақта жалғыз жатамайсың. Ол жақта қойлармен бірге жатасың. Шолпан шырағым, Шолпан емес, Айманмын. какая разница? Мына көрпешелерді екі қабат емес, бір қабаттап сал. Қазір жеткізе алмай қаласың. Хорошо. Апа деймін. Тұра тұршы. Ой, апа! Не болды? Мына карантин ұзаққа созылатын түрі бар. Мына үйге қайтып сиямыз. Енді маған не дейсің? Қуып шығайын ба бәрін? Жоқ, қайдағын айтпаңызшы. Көкем үйі бар емес па? Ай, Бейбігүл, Жазира, жиналыңдар бәрің. Жағдайды көріп отырсыңдар. Бұл ұзағынан болады деп жатыр. Салима, тізімді кеш. Міне, 7 балам, 7 келінім, 11 немерем, бәріміз 27 адамбыз. Тұра тұрыңызшы. 27. Қалайша 27? Солай ғой, дұрыс қой. 7 ер адам, 7 жинал. Қалай болма, 27 Қанаш? Жеңешеміз тыңдақшы, не болды сендерге? Қайда барыңыз? 25 болайық, 27 болайық. Бәріміз бұл үйге сыймаймыз. Дұрыс. Ой, симаған не сапа осы үйге сыймақ өстік қой, сиямыз бәріміз. Сол айтамын. Сыймаймыз. Қайтып отыр ғой? Қара, залға 7 адам жатады. Менің бөлмеме 4 немерем жатады. Спальныйда шымылдық тұр. Ал төсек жинаған бөлмеде 5 адам жатсын. Сонда 9 адам қайда жатады? Сыймай тұр ғой. Ой, апа, беріңші, қалай есептегіз? 9 адам сыймай тұр деймін. Так, мына жерде залға 10 адам жатсын. 4 немере сіздің қасыңызға жатады. Спальныйда 5 адам жатсын. Төсек бөлмеде 5 адам жатсын. Спальныйда шымылдық тұр деймін. Так, бірақ 2 жас жұбай сыймай қалады екен. Жоқ, енді ол жатқанда сиятында бар. Жоқ, апа, 2 жас жұбай Қысқасы біз ер жігіт екеуміз мамамның үйіне барып жатамыз. Ақыры үй бос емес екен, мамамның үйі бос. Мамаңның үйіне бармайым. Неге бармайсың? Мамаңның үйіне бармайым. Шаршатты сенің мамам дегендерің. Мамамнан не қорлық көрдің осы сен? Ей, мамаңнан емес, сенің мамалағаныңнан шаршадым мен, мамалағаныңнан. Шаршасаң осы жерде қалып демал, өзім барам. Қайда кеттің, бергел деймен саған, Тыныш. 27 болыңдар, 37 болыңдар. Сыймайтындарың анық қой. Менің үйім бос тұр ғой. Ой, көке, Білеміз ғой сізді. Үйіңізге апарып, біз қара жұмысқа салмақсыз ғой. Менің үйім бөлек тұрғаны болмаса, жеңеш айтсаңшы, мен де осы үйдің адамымын ғой. Кемінде 2 апта жатасыңдар. Мүмкін шақырылаған еркек. Енді
бос жатасыңдар ма? Ой, бош жатайын деп тұрған кім бар, көке? Ауылдан жұмыс табылады, керек жоқ. Жұмыс істеп не қыласың? Мен беріп отырмын ғой саған жұмысты, мен беріп отырмын. Ой, көке. 7 жігіт Алғадайдың үйіне барады, 7 келін осында қалады. Бітті.